Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүтті қыз тортын пісіреміз. Бізге таразы, миксер керек болады. Кождарға май, ұн, жұмыртқа, сгущенка, қопсытқыш керек болады. Сливки және творожный сыр, қант, бізге крем жасау үшін керек. Пергамент қағазы, форма для выпекания, қарындаш керек болады. Кождарымызды жасап бастайық. Ыдысқа 3 жұмыртқаны құямыз да, оны миксерлеп аламыз. Миксерлеп алғаннан кейін сары майымызды алып, осы жұмыртқаның үстіне салып, дұрыстап миксерлеп аламыз. Алдын ала сары майымызды бөлме температурасына қойып жібітіп алған дұрыс болады. Келесі кезекте бір банка сгущенкамызды осы қоспаның үстіне құйып миксерлеп аламыз. Енді дайын тұрған ұнымыз бен қопсытқышты осы массаның үстіне сеуіп, бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Тортымыздың қоржына арналған масса дайын болды. Пергамент қағазын алып, формамызды қажет диаметрге белгілеп, өзімізге қажетті шеңберді сызып аламыз. Мен 25 сантиметр ғып сыздым. Осы шеңберге алып, 3 қасықтай массаны салып, шеңбер бойымен жайып, тегістеп аламыз. Видеодағыдай противенге салып, 180 градуста қызып тұрған пешке 7-10 минуттай пісіреміз. Коржымыз дайын болды. Енді осы коржды пергамент қағаздан ақырындап шешіп аламыз. Және де астына орамалды салып, суылғанша күтеміз. Қалған корждарды да осылай пісіріп аламыз. Дайын болған корждарымызды суылғаннан кейін формамен бір келкі етіп кесіп аламыз. Келесі кезекте кремімізді дайындауға кірісеміз. Бізге 400 грамм творожный сыр қажет болады. Кремді жасау үшін мен ыдысқа 350 мл сливкиді құйып алдым. Кремді жасаудың алдында біз творожный сыр, сливки және де миксердің басындағы венчиктерін мұздатқышқа 1 сағаттай қойып қойғанымыз дұрыс болады. Бұл ингредиенттер салқын болғаны дұрыс. Сонда креміміз өте жақсы болып шығады. Видеодағыдай сливкиді миксермен араластырамыз. 3-4 минуттай өстіп көпіршіктер пайда болғанша араластырамыз. 3-4 минут өткеннен кейін біздің сливкиіміздің түрі біраз сарғыштана түседі. Осы сливкиіміздің үстіне дайындап алған творожный сырды салып, оны да миксерлейміз. 3-4 минуттай миксерлейміз.
болып келе жатқан креміміздің үстіне қант саламыз да миксерлейміз. Негізінде сахарная пудра салады, бірақ та мен сахарная пудра алуды ұмытып кеткендіктен қант салдым. Қант салсаңыз да өте дәмді крем пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай, креміміз дайын болды. Креміміздің дайын болғандығын тексереміз. Ол үшін қасықты кремге тігінен қоямыз. Сонда қасығымыз құламауы тиіс. Енді дайын болған кремді өзіміздің дайындап қойған осындай пакетигімізге салып, тортымызды құрастыруға кірісеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен астыңғы екі коржға кремімді жағып қойдым. Себебі сіздердің уақыттарыңызды көп алғым келмеді. Енді үшінші коржды жабыстырып, оның бетіне кремімізді біркелкі етіп жағамыз. Келесі кезекте тортымызды әсемдейміз. Мен шеңбер бойымен тортымызды аппақ гүлдермен әсемдеуді дұрыс деп көрдім. Көріп отырғандарыңыздай, міне, біз өзіміздің тортымызды пісіруді аяқтап қалдық. Осы видеоны көрген әрбір подписчигіме мен жақсылық тілеймін. Басқан қадамдарыңызға гүл бітсін, ас болсын. Рахмет сіздерге. Менің каналыма жазылып, лайк қойып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.